Сендерге хат бар. Кімнен екен? Аюдан екен. Не дейді? Аю нес? Ол бізден не сұрамақшы? Өзіміз аш жүргенде. Соны айтап. Гүлденген әлем, аюдан сәлем. Әңгіме бар. Тез жетіңдер депті. Барайық, әйтпесе таяқ жоқ қалармыз. Я, барайық. Иә, жарайды. Айеке, шақырдың ба? Біз келдік. Көкжалдар, қалайсыңдар? Несін сұрайсың? Жүрміз ғой әйтеуір. Өзің қалай, Айеке? Жаным тынышта бар емес. Өткенде бұқада намысым кетті. Соның қарымтасын қайтаруым керек. Бәрекелді. Бұның өте дұрыс шешім. Біз сені қолдаймыз. Иә, содан кейін тұяқтылар тіп тезіріп кетті ғой. Қайтып орындарына қою керек. Ендеше менің сәлемімді жеткізіңдер. Бұқаны қарым тайғасқа шақырамын. Қамшиме, Айеке, сәлеміңді жеткіземіз. Кеттік. Солай деңдер. Жеңілген күреске тоймайды деген. Аюдың тағы бір таяқ жегісі келгенде өзі білсін. Ал біз әрқашан дайынбыз. Жарайды. Айтылған уақытта айтылған жерде күтеміз. Ал бұқа, қарым тайқасқа дайынсың ба? Оған не дайындық керек? Өткендегідей бір сөзіп шыға салмаймын ба? Қателесесің бұқа. Бұған немқұрайлы қарамау керек. Қандай еді бір сөз бар еді ғой? Тоқты айтып жіберші. Ешқашан жауыңды әлсіз санама. Иә, солай. Демек, біз бүгіннен бастап жаттығуға кірісуіміз керек. Ол туралы мынандай сөз бар. Қандай сөз еді, тоқты айтып жіберші. Жаттығуда қиын болса, айқаста оңай болады. Дәл солай. Ал мен бұқа, сенің жаттықтырушың боламын. Қане, іске кірісейік. 52, 53, 54. Жақсы. Жарайсың бұқа. Бұл дегенің қандай сөз бар еді? Осыған қатысты тағы да бір сөз айтшы, тоқты. Жаттығудағы тердің әр тамшысы жеңіске бір қадам жақындатады. Міне, өте дұрыс. Сондықтан, шыда бұқа, шыда. Арақашықтықты сақтай біл бұқа. Сосын соққыға мұқият бол. Оң, солдан ұрған соң, міндетті түрде 3-ші апперкотты жіберуді ұмытпа. Міне, былай. Түсіндім. Бұқа, қош келдің. Ал, Айеке, есемізді қайтарайық. Іске сәт. Тұяқтыларды сабасына түсірейік. Қам жемеңдер, көкжалдар. Менің құпиям мынада. Бұл не тағы? Түк түсінбедім. Мынау сөз біздің сөзге ұқсамайды ғой. Оны қазір көресіңдер. Ей, бұқа, сылана бермей, шық ортаға. Өткендегі жеген даяғыңды ұмытқан екенсің. Ей, аю, сен төбелесуге емес билеуге келдің ба? Жарайсың, Айеке. Нағыз десант екеніңді дәлелдедің. Енді тұяқтылар бізден қорқатын болады. Орманның қожайыны кім екенін біліп жүрсін. Әрине сенсің, Айеке. Оған дау бар ма? Орманның да,
таудың да шөлдің де қожайыны өзің ғой Айеке. Я? Бұқа, амансың ба? Сүф, бұқа достым, есіңді жи. Қане, көзіңді аш. Аю күрестің жаңа түрін меңгерген екен. Әлгі кия, мия деген сөздерін көрдің бе? Бір құпиясы бар екен. Ештең етпейді. Біз де оған қарсы әдіс табамыз. Қандай сөз бар еді? Анау ше? Өй, тоқта айтып жіберсеңші. Жеңілістің де пайдасы бар. Ол сенің рухыңды шыңдайды. Өте дұрыс айтылған. Сондықтан, мойымайық бұқа. Біздің жеңістер әлі алда. Жарайды.